көне өркениеттің көмбесіндей тағы бір тарихи орын Теректі әулие кешені. Ол Сарысу өзенінің бойындағы Теректі елді мекенінен шамамен бір көш жерлік қашықтықта орналасқан. Оның аумағында бағзыдан бастау алып, орта ғасырлармен жалғасып жатқан қоныстар мен қорымдар және петроглифтер бар. Жақпар тасты төбелердегі суреттердің жалпы саны 300-ге жуықтайды. Көпшілігі жануарлардың, соның ішінде жылқының бейнесі. Бұл асауға алғашқы болып ауыздық салған біздің бабаларымыз деген байламда толықтыра түседі. Бұл кәдімгі бір туристік орын деп айтуға болады. Жазғы күні адамдар көп келеді екен. Әрине, ондай жерлерді біз дәріптеуіміз керек. Оларды айтып отырмыз керек. Ол біздің тарихымыз. Біздің тарихымыз қағазға жазылмаса да, тасқа жазылып қалды. Ан стиліндегі айрықша көріністер басқа жерлерде де бар әрине. Ал сәждеге бас иген адамды бейнелейтін бедерлер осы ескерткішке ғана тән ерекшелік. Табанның, тізенің, алақанның, мұрынның және маңдайдың іздері құбылаға қарап құлшылық ететін мұсылманның белгісі. Оның жанындағы ойықтар тұлпар тұяғынан қалғандай. Осынау тас бетіндегі таңғажайып жайында 10-11 ғасырларда өмір сүрген Әл-Бируни ғұлама жазған екен. Ол Мұхаммед пайғамбардың күйеу баласы, әділ халифалардың 4-шісі Әзірет Әлімен және оның дүлдүлімен байланысты дүние депті. Осы тұста ойға қонатыны, ислам дінімен бірге аңыз тұлғаның ерліктері де ел ішінде таралып, өзінің киелі бірге арғымағының асылға айналғаны. Қазақ батырлары Әзірет Әлінің де атын атап айқасқан. Ол бір күні сондай бір мұнағы көшіп жүрген халықтарды исламға кіргізу үшін солармен соғысып жүріп, әбден шаршап, денесі түгел жараланып, бір тасқа келіп, қиналып жатады. Мен ең болмаса осы тастың үстінде жатып өлейін деп. Таңертең тұрса, оянса, күллі жағы жарақаттың бәрі түгел кеткен, әлі өзіне келген. Ол енді Алла тағаланың бір құдіреті ғой. Содан кейін барып, ол кісі осы араны Теректі әулие деп кеткен екен. Өйткені сол арада өсіп тұрған жаңғыз ғана тал терегі керек тұрған.